Тоқтылар, сәлем. Маусым айына болжам жасайтын боламыз. Маусым айы қандай болады екен? Тоқтылар, көшбасшылар қойған мақсаттарына жетеді. Жұмыссыз отыра алмайды. Үнемі бір процесте болу керек. Бір әрекетте болу керек. Кеттік, маусым айы қандай болады екен? Жалпы маусым айының энергиясы қандай болады? Тоқтылар, біріншіден қараңыздар, маусым айында сіз бір жаңа дүниені талап етесіз. Сізде бір жастық шақтың энергиясы басым болады. Демек, сіз мысал үшін бір риск, бір жерде рисковать еткіңіз келеді. Бұрыннан бері жоспарлап тұрған дүниеңіз болса, осы іске асырайыншы, көрейінші, істеп көрейінші. Содан кейін өмірге деген қызығушылық пайда болады. Бір болады ғой, қыстан шықтық қой енді, көктем өтті, жаз келді, ал енді кеттік, уақыт келді, осыны жасап көрейінші деген энергияда боласыз. Жаңа сезімдер, жаңа бастамалар. Көшетін болсаңыздар, онда бұрыннан бері ойланып жүрсеңіздер, көшейін ба, көшпейін ба, кәне тәуекел етіп көшейінші, көрейінші деп, немесе жұмыс бастайын деп жүрсеңіз, былайша айтқанда рисковать еткенге қорықпайсыз. Позитивті энергияңыз керемет болып тұр. Көрдіңіз ба? Ары қарай кеттік. Жұмыс және қаржы мәселесі маусым айында қандай болады екен? Жұмыс және қаржы мәселесі, тоқтылар. Тоқтылар, қаржы жұмыс күшті болып тұр. Сіз бұл негізі вознаграждение дейді, бұрыннан бері жасап отырған бір ісіңіз болса, соның мысалға нәтижесі болады, табысы болады. Не болмаса, сіз мемлекеттік мекемеде жұмыс жасайсыз, демалысқа, отпускіге шығасыз, үлкен сомада отпускной аласыз. Не болмаса, сіз жұмысыңызды жақсы атқардыңыз, бір проект болды, жоба болды, соның нәтижесі сізге мысал үшін ақшадай бір премия ретінде келуі мүмкін. Сіз бір жерде жұмыс жасайсыз, сізге сіздің басшыңыз премия қосымша тағда ақша табыстауы мүмкін. Сіз саудамен айналыссаңыз, міне сіздің саудаңыз жүрді. Бірақ маусым айында сіз мысал үшін табыста боласыз, сонымен қатар сіз өзіңіз біреуге ақша беруіңіз мүмкін. Мысал үшін, туған туысқаныңыз машина алғай жатыр, үй алғай жатыр, сізден ақша сұрайды, ақша бере тұршы, жетпей тұр деп, сол кезде сіз отказ жасамау керексіз. Міне, үлкен толыққанды емес, бірақ сіз бір көмек, демек, сізге де келеді, сіз де біреуге көмек жасауыңыз әбден мүмкін. Көрдіңіз ба? Міне, таразы тұр ғой, таразының суреті, демек ақша баланс болғанын жақсы көреді. Үнемі ала беруге болмайды. Сен де біреуге беру керексің деген сияқты ғой, міне, көрдіңіз ба? Көмек, сізге де біреу береді, сіз де біреуге көмек беру керексіз деген сияқты. Ары қарай кеттік. Қарым-қатынас. Махаббат, қарым-қатынас. Маусым айында, тоқтылар. Екі карта шығып кетті. Жабысып атыр ма? Екеуін де көре салайық. Екеу жабысып тұр екен, екеуін де көре салайық. Қараңыздар, тоқтылар. Біріншіден, махаббат жағынан қуанышыңызда шек жоқ болып қуанасыз. Сезімдер оянады. Сіз бойдақ болсаңыз, біреуге сезіміңіз оянады, қуанышыңызда шек жоқ болып қуанасыз. Сезім, лапылдап тұрған сезім жан дүниеңізде.
Мысалы үшін сіз отбасы болсаңыздар, осы маусым айында сезімдеріңіз қайта оянады. Неге десеңіз, өйткені міне демалу, жанмен, тәніңмен демалу, осы өмірдің мәнін түсіну, сезімнен рахат алу, махаббаттан рахат алу. Міне. Бәлкім сіз бір жерге барып демаласыз, өзіңіздің жартыңызбен, жарыңызбен, не болмаса кездесіп жүрген, не болмаса бір демалатын жерде, курортта, шетелде, бір кез келген демалатын демалыс жерінде бәлкім бір танысу болады. Сол жерде сезім оянады. Не болмаса бір жерге барып демаласыз. Не болмаса отпускіде демалыстасыз, сол жерде біреумен танысасыз. Не болмаса сіз отбасы болсаңыз, міне отпускіге шықтың, енді отбасыңа көңіл бөл деген сияқты, отбасыңызға көңіл болып сезім қайта ояну. Міне мына екі картаны қасына қойын, Жақсы, жақсы бұл. Жақсы болып келе жатыр, раскладыңыз. Кеттік. Маусым айы, ары қарай. Тоқтылар, қандай кедергілер болуы мүмкін? Кедергілер. Қандай назарда ұстау бір мәселелер бар екен? Кедергілер. Бұл жерде кедергі, бұл тек қана өзіңіздің драмаңыз. Тоқтылар. Драманы жақсы көресіздер ме? Бәр жақсы болып тұрса да бір страдат етуіңіз мүмкін, Бәр жақсы болып тұрса да бір қанағат сезімі болмауы мүмкін. Өзіңізге тілеп алған бір переживание, уайым, сол ғана сіздің көңіл күйіңізді бұзуы мүмкін маусым айында. Басқа кедергі жоқ. Сіз өзіңізге ғана бір страдат ететін бір мәселе тауып, басыңызда соны айландырып, сол үшін ғана уайымдауыңыз мүмкін. Бұл сырттай емес, бұл іштей. Ары қарай кеттік. Даму бағыты. Даму үшін, өсу үшін, ары қарай кету үшін қандай қадамдар жасау керек, қандай состоянияда болу керек, Кеттік. Кәне кеттік. Тоқтылар, сіздер мақсат қоюды білесіз. Сізде амбиция бар. Сіз өзіңізге мақсат қойсаңыз, оған міндетті түрде жетесіз. Демалып, жату, отыру деген жоқ. Бір дүние болмай қалса, келесін бастайсыз. Сонда міне қараңыз, сізге даму үшін, өсу үшін бағдарды өзіңізге нақтылай білу керек. Күш қуатыңызды анда-мында расфокус жасап кетірмеңіз. Нақты мақсат қойдың ба? Сол мақсатқа жет. Перспективаны, жоспарды алдын ала жоспарла. Іске асыр, әрекет ет, және де нәтижесін күт. Содан кейін, енді бұл өмір болғаннан кейін, сіз бір мақсатқа жету болғандықтан кейін, әрине бір кедергілер болуы мүмкін. Адамдардың сөзі, өзіңіздің бір іштей мүмкін интуицияңыз айтады. Жоқ, қойш, жасамай қой, оны керек емес деп. Жоқ, бұл сіздің іштей интуицияңыз ба. Жоқ, адам баласы болғаннан кейін негативті ойлау бұл қалыпты. Бірақ сіз соған қарамастан басыңызды, еңсеңізді көтеріп, ары қарай мақсатыңа жетіңіз дейді. Міне. Перспективаны ойла, өсуді ойла дейді сізге карта. Ары қарай кеттік. Тоқтылар, қандай кеңес береді сіздерге карта? Тоқтылар, істеген ісіңді жақсы көр.
қасыңдағы достарыңды жақсы көр. Бірдемені, бір дүниені іске асырайын десең, оны ақылдасып іске асыр. Сен жасап отырған ісің саған ғана емес, сені айландырған адамдарға да қолайлы, пайдалы. В общем, өзіңді ғана ойлама, жан-жағыңды да ойла дейді. Өмірді жақсы көр. Махаббатқа сен. Құдайдың махаббатына сен. Көрдіңіз бе? Сонда сенде қанағат нәтиже болады дейді. Бұл кеңес картасы. Қараңыздар. Күшті. Менің ойымша күшті. Карталардың бәрі светлый түсіпті. Міне, ашық түсті. Міне, өзіңіз ғана кішкене драматизировать етіп, уайымдап, переживать етіп, өзіңіз драма жасамасаңыз, маусым айы керемет болайын деп тұр. Тоқтылар. Лайк басамыз, подписаться басамыз, поделиться басамыз. Жеке консультация керек болса, нөмірім арқылы маған хабарласыңыздар WhatsApp-қа. Сау болыңыздар.